Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай жасалынатын әрі қарапайым, дәмді болып шығатын қызылшадан салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: алдын ала пісірілген және қайнатылған қызылша, сыр, жаңғақ, майонез және шымшым тұз. Ең алдымен қызылшаны үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Сосын сырды да үккіштен өткізіп дайындаймыз. Менде моцарелла, кез келген сыр жарай береді. Жаңғақты дәл видеодағыдай пышақпен майда етіп турап аламыз. Блендерден өткізудің қажеті жоқ, себебі блендерде қатты майда болып, майы шығып кетеді. Ал бізге тіске бататын, яғни білінетіндей бөлшек болуы қажет. Енді үлкендеу ыдысқа қызылшаны саламыз. Оның үстінен сырды қосамыз. Жаңғақты да салып, шымшым тұз қосып, майонезбен араластырамыз. Егер майонез араластырғыңыз келмесе, қаймақта жарай береді. Толықтай салатымызды араластырып аламыз жақсылап. Ұсынатын ыдысымызға әдемілеп салып, осылай жаңғақпен де безендірсеңіздер болады. Бірақ бұл міндетті емес, жай ғана бірден ұсына беруге болады. Өте дәмді, көріп тұрғаныңыздай қарапайым, оңай дайындалады. Барлығына ұнайтыны сөзсіз, сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ал егер менің видео рецептім ұнаған болса, лайк басып, төменде комментарий жазыңыздар, әрі каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар.